жауап қайтарды, прикиньте. Как көрсетемін сіздерге? Мен дәл қазір инстаграмға кіремін де блогерлерге, әншілерге, в общем атақты адамдарға сообщение жазамыз. Я маған все равно бәрібір ешкім ответ қайтармайды. Енді хотя бы бір адам ответ қайтарады деп ойлаймын. Оу, тоқтай тұр, және де мен саған бір просьбам тұр. Менің каналымда қазір 4000 подписчиктен асып кетті. 5000 подписчик давить етсек, сол кезде менде 5000 подписчик болады. Йоу, короче, мінекей біз комптың алдында отырық. Кішкене чуть-чуть былай қойып қояйын мониторды. Все, Чрома деген затқа кіреміз. Мінекей ең біріншіден біз Темірлан Болаттан бастайық, өйткені Темірлан Болаттың арқасында мен өз каналымды жақсы дамытып алдым, так что сол. Сосын достар, менің инстаграм парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сілтемесі описанияда болады, так что инстаграмыма тіркелу. Егер де маған қор сұрақтарыңыз болса, инстаграмға жазуларыңызды сұраймын. Мен ФК-ға тек күніне бір рет ақ кіріп отырамын. Ал инстаграмда мен 24 сағатының 23 сағатын осы приложениеде өткізетін боламын. Ең бірінші біз Темірлан Болатқа жазамыз. Так, біріншіден мистер Прикольчик, то есть Қуанғали айтқандай, ютуберлерге сен адекватный зат жазбасаң, олар саған ответ қайтармайды. Так что біз дәл ең серьезный, нормальный сообщение жазайық. Біріншіден бүйтіп жазамыз. Все, Темірлан Болат пошел. Енді так, келесі бізде Эрса болады. Мен оған айтқанда рекламаны неше деп жазған еді, әлі жауап қайтармады. Так, тағы да жазайық. Так, келесі енді біз кішкене әншілерге қарай өтейік. Біріншіден енді біз Камшат Жолдыбаева деген әншін білетін шығарсыздар, кім білмейді оны. Короче, соған бүйтіп жазамыз. Енді 2,8 миллион подписчик бар. Енді 100% маған жауап қайтарады, өйткені ода 2,3 почти 3 миллион подписчик бар. Мынандай еді ғой. Бексұлтан инстаграм қандай еді, походу. Осындай, БББ. Ой, блин, қандай еді, ё-мой. Мінекей Әзілқой Бек аға жазайық енді, ё-майо. Отправить сообщение. Да, мен де бұған дофига жазамын, сонда да ответ қайтармайды. Блин, өздерін жұлдыз санай ма. Мен бұғанда подписчиктерім бәріне алып жауап қайтаратын енді. Келесі біз дейтін Аликизет деген ағамызға жазамыз, бәріміздің сүйікті Аликизет. Аликке не жазсақ болады? Ойлану керек. Так, біз Жайгано. Like a Hellcat. Like a Hellcat.
Like a Hellcat. Coming like a Hellcat. Like a Hellcat. Короче, бәріңе сәлем, тағы да сәлем. Қазір ғана маған кім жауап қайтарған көретін боласыздар. Айтып кетейін. Өткенде сообщение жазғаннан 3 күн өтіп кетті. Мен 3 күн бұрын сол видеоны түсірдім. Просто менде достар жестко қол босамай кетті. И мен өйстіп уақыт кетіп тастадым. Так. Так, біз отырдық. Да. Бұл жерде 0 деп тұр, бірақ менде ПК-дағы неден өтірік қуады. Так, айтпақшы мекеме не істам? Тіркеліңіздер. Темірлан Болатақ қайтарды. Басқа ешкім жауап қайтармады. Сол жаңа трек шығама деген кезде айтады, басқа былай қайтармады. И мынау говноя мен компьютерге шығып қойғам. Все, мінеки басқа ешкім жоқ. Ешкім қайтармады. Сол. Пиу-пиу-пиу-пиу. Coming like a Hellcat.
like a Hellcat.